машина айдап үйренгісі келіп жүрген қыздар үшін бүгін арнайы күшті сабақ түсірейін деп тұрмын. Қыздар, таңдаңдар. Қаласаңдар механика, қаласаңдар автоматтаны. Енді бүгін сабақ давайте механиканың сабағы болсын, оны осы грантамды үйрететін боламын. Механика сабағын неге екенін видеоның соңында айтатын боламын. Не үшін бірінші механика, одан кейін автомат. Механиканы давайте отырудан бастайық. Кеттік ал, бисмилля. Есікті жабамыз обязательно. Айтпай шошып кетесіздер. Обязательно ремень тағамыз. Бұны прям оталдырдан бастап көрсететін боламын. Үй жағдайында өзі праваға тапсырып, теориясын өтіп, практикасын өтемей жүрген қыздар үшін, пожалуйста, керемет сабақ болайын деп тұр. Білесіздер, механикада 3 педаль болады. Мынау сцепление, мынау тормоз, мынау газ. Және де осындай переключатель болады, иә. Көп ескі машиналар негізінде ручник жасамайды, сол себепті скоростьқа қойып қояды. Сол аяқтағы бірінші педаль, мына сцеплениені басамыз. Скорость нейтральное положениеға шығарып аламыз. Аяқты спокойно жібере бересіздер. Пока оталдырған жоқпын. Нейтралкаға қойған кезде жүріп бара жатса, просто ортаңғы педальді, тормозды баса саламыз, болды. Мандраж тұрмаймыз, қорықпаймыз. Өйткені машина либо мынандай склонда тұруы мүмкін, сәл осындай бір қиғаштан тұрып қалуы мүмкін. Машина немесе күйіңіз просто келген кезде машинаның толық тоқтап үлгермеген күйінде өшіріп скоростьқа тығып кетуі мүмкін, иә? Так, замок зажигания. Бірінші положение, машина оталдыруға дайындалып тұр. Екінші положение, бір-ақ рет әшейін. Машинаның трун деген дауыс естілген кезде болды, жібереміз. Әйтпесе ары қарай стартады қолауыңыз мүмкін, стартаны қосуыңыз мүмкін. Обязательно фарды жағасыздар. Менде енді осы жерінен негізі көбіне фар мынандай жерінде жүреді. Механиканың 5 скорості болады. 1, 2, 3, 4, 5 и артқа салатын кезде артқа. Машина өшіре алмай, қалай жұлқымай қозғау үшін қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Бір аяғыңыз сцепленияда тұрса, бір аяғыңыз газда дайын тұрады. Сцеплениені аяқта тұрған кезде газды басамыз, и сцеплениені жібереміз. Болды. Машина қозғалады, қазір көрсетемін. Сцеплениені басамын, бірге саламын и аяғымды газмын. Әлі газ басқан жоқ, бірақ сцеплениені бастырым. Жайлап газды бастым, и сцеплениені жібердім. Газды бастым, сцеплениені жібердім. Машина орнынан қозғалып жатыр, көрдіңіздер, иә? Болды, машина қозғалды ма, аяқты, мына сцепление тұрған аяқты жібере саласыздар, болды. Бірінші скоростьпен 20-ға келді ма, болды, екінші скоростьқа ауыстырамыз. Екінші скоростьқа ауыстыру үшін сцеплениені қайтадан басамыз. Көріп тұрсыз, аяғымды алдым газдан и екке саламыз. Сцеплениені жай жібердім де, газды жай қайтадан бастым. Кеттік, уже екінші скорость кетті. Екінші скорость бізде 40-қа дейін барады. Әр 20-30 скорость сайын ауыстырып отырасыздар ғой, әр скоростьті. Қалай тоқтатамыз? Сцеплениені басамын, скоросттан шығарамын, педальді, мына тормозды басамын, болды. Механиканы айдап, хотя бы қалай жүретінін түсінген кезде танып болса деп кете бересіздер ғой. Келесі сабақтарда енді бұйыртса артқа салуды, осы механика және де уже автоматпен де сабақтар болатын болады. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өйткені алда әлі вождение автошколымды ашуым әбден мүмкін ғой деп тұр бұйыртса.